Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 10-ші сабақтың тақырыбы кеңістік геометриялық фигуралар. Көлемді өлшеу. Балалар, мысал 1-ге қараймыз. Асында тапсырманы орында. Сен туған өлкенің табиғатына байланысты аңыздарды білетін боларсың. Мысалы, Бурабай туралы аңыз. Тау нені есіңе түсіреді? Адамдар табиғаттағы кейбір нысандарды ертегі кейіпкерлеріне ұқсатады. Бірінші мысал, әсіне қараймыз. Бұл қораптың ұзындығы 5 сантиметр дейді бізге. Қорап берілген, міне қарасаңдар, ұзындығы 5 сантиметр. Және ені 3 сантиметр және биіктігі 4 сантиметр. Оған қырлары 1 сантиметр болатын қанша текше сиятынын есептер көр. Арман өз есептеуін жүргізді. Ол бір қатарда қырлары 1 сантиметр болатын қанша текше бар екендігін санады. Сонда 5-ті 3-ке көбейткенде 15 текше. Содан соң осындай қатарлардың санына 4-ке көбейтті. 15-ті 4-ке көбейткен кезде 60. Сонда 60 текше шықты. Ал сен қалай санадың? Балалар, мысал 2-ке қараймыз. Берілген тәсілді пайдаланып текшенің көлемі қалай есептеуге болады? Қабырғалар 3 сантиметр болатын текше пішінді қорапқа қырлары 1 сантиметр болатын текшелер салынды деп ойла. Қалай есептегеніңді айт. Біз текшені табу үшін В ағылшынша формулада тең А көбейту А көбейту А. Теңдігі А. Сонда бұл текшенің тапқан кезде біз көбейту амалымен орындаймыз. Және де бізге бірінші тәсілде 3 сантиметр болатын текше пішінді қорапқа қырлары 1 сантиметр болатын текшелерді сал деп жатыр. Сонда бір қара қабырғалар 3 сантиметр болса, жаңа айтып өткенде текшені 3 көбейту 3 көбейту 3 тең 27 деп. Ал екіншісінде 1 сантиметр болатын текшелер салынатын болса, 1 көбейту 1 көбейту 1 тең 1 сантиметр болады. Енді 27 сантиметрді 1 сантиметрге бөлетін болсақ, 27 куб болады. Екінші тәсілде, мысалы, 3 қабырғасы көбейтеміз 3-ке 9 сантиметр квадрат болады. 1-ді 1-ге көбейтсек 1 сантиметр квадрат. Енді 9 сантиметр квадратты 1 сантиметр квадратқа бөлетін болсақ 9 болады. Енді қабырғасы жаңа айтып өткендей 9 сантиметр, қыры 3 сантиметр болатын болса 9-ды 3-ке көбейтеміз, сонда 27-ге тең болады. Мысал 3-тің асында айналаңнан шамамен көлемі осындай заттарды табуға тырыс дейді. Бізге бірінші 1 сантиметр куб берілген. Сонда 1 сантиметр, 1 сантиметр, 1 сантиметр азайту 1 сантиметр куб болады. Ал 1 дециметрде 1 дециметр, 1 дециметр, 1 дециметр азайту 1 дециметр куб. Сонда 1 дециметр куб. Және де 1 метрді алатын болсақ, 1 метр, 1 метр, 1 метр азайту 1 метр куб болады екен. Мысал 3-тің әсіне қараймыз. Салыстыру. 5 метр куб, 5000 дециметр куб берілген, салыстырамыз. Біз бірінші 5 метр кубты табу үшін 1 метр кубта қанша дециметр куб болатын тауып алуымыз керек. 1 метр кубта 1000 дециметр куб болады. Сонда 5 метр кубта 5000 метр куб болады. Енді салыстырамыз. 5000 дециметр мен 5000 метр куб бұл жерде тең болады. 5 дециметр куб 5000 сантиметр куб. Бұл жерде теңдігі екі жағының да бірдей. 110 000 сантиметр куб 5 дециметр куб. 5 дециметр кубымыз 5000 болады, сонда 10 000 сантиметріміз 5000 дециметр кубтан үлкен. Ары қарай осылай
есептерді балалар шығарамыз. 1 метр кубта жаңа біз айтып өттік. 1 метр кубта 10.000 дециметр куб бар. Сонда 10.000 сантиметр куб 1 метр кубтан кем. 5 сантиметр куб 5000 миллиметр куб. Екі жағы тең болады. 1 дециметр куб 5000 миллиметр куб. 1 дециметр куб артық болады екен. Енді үшінші мысалдың басына қараймыз. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте дейді. 12 метр куб. Өрнектейміз, жаңа айтып өткенде 1 метр кубта 1000 дециметр куб бар дедік. Сонда 12-ні 1000-ға көбейтсек, 12000 дециметр куб. 3 метр кубта 3000 дециметр куб бар. 1 миллион миллиметр кубта 1000 сантиметр куб бар екен. 1 дециметр куб тең 1000 сантиметр куб тең болады 1 миллион миллиметр кубқа. Мысал 4-ке қараймыз. Суреттегі қораптарға қабырғалары 1 сантиметр болатын текшелердің нешеуі сиятын есептеп көр. Осылайша сен көлемді табуды білетін боласың дейді. Бізге 1 сантиметр және 3 сантиметр, 2 сантиметр, 5 сантиметр текше және 8 сантиметр ұзындығы, ені 4 сантиметр, қыры 1 сантиметр текшелер берілген. Енді осылардың қораптың көлемін, текшенің көлемін тауып көрейік. Бізде бірінші 3 көбейту 2 көбейту 5 деген бұл қорап берілген. Енді қораптың қанша сантиметр екен табамыз. 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6-ны 5-ге көбейтеміз, 30 сантиметр бұл қораптың көлемі. Енді қыры 1 көбейту 1 көбейту 1 сантиметр куб бұл текшенің көлемі. 30 сантиметр жаңағы қораптың көлемі еді. Енді 30 сантиметр кубты бөлеміз 1 сантиметр кубқа. Теңдігі 30 болады. Бұл текше, яғни қоңыр түсті қорап. Енді екіншісінде 8 ұзындығы, ені 4 сантиметр, қыры 1 сантиметр дейді. Біз қораптың көлемін табуымыз керек. 8-ді 4-ге көбейтеміз, 32, көбейтеміз 1-ге, 32 сантиметр куб. Бұл қораптың көлемі. Енді текшенің көлемі 1 көбейту 1 көбейту 1 сантиметр куб. Бұл текшенің көлемі болады. Енді 32 сантиметр кубты 1 сантиметр кубқа бөлсек, 32 болады. Бұл текше, яғни күлгін қораптың өлшем бірлігі. Балалар, 5-ші мысалға қарайық. Ойлан және сұраққа жауап бер дейді. Қырлары 3 сантиметр болатын жасыл ағаш текше қырлары 1 сантиметр болатын текшелерге бөлінді. 3 жағы боялған неше текше алынады? 2 жағы боялғанше, 1 жағы боялғанше дейді. Балалар, қырлары 3 сантиметр болатын жасыл ағаш текше. Бізде сонда 3 көбейту 3 деп аламыз. 27 сантиметр. 27 бұл барлық текше саны. Енді 27 сантиметр кубты 1 сантиметр кубқа бөлеміз, қыры. Сонда ол да 27-ге тең. Енді 3 жағы боялған текшенің саны бұл жерде 8, 2 жағы боялған текшенің саны 12, 1 жағы боялған текшенің саны 6, ал боялмаған 1 текше. Енді мысал 6-ға қараймыз. Бір таңбалы сандардың кубтарының мәнін есіңе түсір. Бір таңбалы сандардың және 10 санының кубы мен квадратының мәні қаншаға тең екенін жаз дейді. 1 квадрат дегеніміз, яғни 1-ді 1-ге көбейтеміз, 1 болады. 4-тің квадраты, 2-нің квадраты, 2-ні 2-ге көбейтеміз, 4. 3-тің квадраты, 3-ті 3-ге көбейтеміз, 9. 4-тің квадраты, 4-ті 2-ге көбейтеміз. Сол кезде 16 болады. 5-ті 2-ге көбейтеміз,
5-ті 5-ке бөлгенде 25, 6-ның квадраты 36, 7-ның квадраты 49, 8-ның квадраты 64, 9-ның квадраты 81, 10-ның квадраты 100. Және де кубтардың мәнін есіне түсіріп, бір таңбалы сандардың және 10 санының кубы мен квадратының мәнін қаншаға тең екенін жаздық. Біз бұл жерде квадраттарын жаздық, балалар? Ал кубы дейтін болсақ, 2-ның кубы 6, 3-тің кубы 27, 4-ті 4-ке көбейтсек кубы 16, 16-ны тағы 4-ке көбейтеміз, сол сияқты сандардың кубтарын табуға болады екен. Мысалы, 10-ның кубы 10-ды 3 рет көбейтеміз, сонда 1000 болады. Мына ара қарай өзіміз есептердің кубтарын тауып көрейік. Мысал 7-де балалар қырлы 1 дециметр болатын текше пішінді ыдысқа 1 литр су сиятын сен білесің бе дейді. Бізге 5 литрлік, 8 литрлік, 50 литрлік ыдыстар берілген, және 8 дециметр кубты текше берілген. Қай ыдыстағы суды мына текшеге құюға болады дейді. 1 литрде 1 дециметр куб болады, ал 8 литрде 8 дециметр куб болады. Енді бұл жерде 8 литрлік ыдыстағы суды көлемі 8 дециметр куб болатын текшеге құюға болады. Және де 8 литр суды бұның ішіндегі 5 литрлік шелектегі ыдыстағы суды құюға болады. Себебі 5 литр мен 8 литрді салыстыратын болсақ, 5 литр 8 литр 5 литрден 3-ке артық. Сонда 5 литрді 5 дециметр куб болса, 8 литрді 8 дециметр куб болады. Сонда 5 литрден 8 литр 3-ке артық болады. Мысал 8-де есептерді баған түрінде есептеңдер, және өз досыңа арнап, осыған ұқсас тапсырма құрастырып, олардың орындалуын, дұрыстығын тексеріңдер. 345-ке 345-ті қосып теңдігін жазамыз. 3456-ға 3456-ны қоссақ, 6912 болады. 321-ден 123-ті азайтып теңдігін балалар жазамыз. 4321-ден 1234-ті азайтып теңдігін өзіміз дәптерімізге ұқыпты көркем етіп жазайық. 34567-ге қосамыз 34567-ні, теңдігі 69134 болады. 54321-ден 12345-ті өзіміз азайтып теңдігін жазайық. 345678-ге 345678-ді қосамыз, теңдігі 691356. 654.321-ден азайтамыз 123456-ны, теңдігі 530865. Мысал 9-ға қараймыз, есепті шығар дейді. Ағайынды 3 жігіт ішінде 99 бағалы тас бар қобдиша тауып алды. Қобдишада 7 анартас, 8 гауһар, 9 ақық, 10 алтын, 11 лағыл, 12 меруерт, 12 шақот, 14 зүмірет, 15 алмас тастар болды. Ағайындылар тастарды тең бөлісе алмады. Олар зергерге барды. Олар әр қайсына тастың 3 түрінен 33 тастан бөліп алуды ұсынды. Олар асыл тастарды қалай бөлісті? Бірінші жігіт 7 анартас, 12 меруерт, 14 зүмірет тас алды. Сонда 33 болды. Ал екінші жігіт 8 гауһар, 15 алмас, 10 алтын алды. Сонда 12-де 33 тас болды. Үшінші жігіт 9 ақық, 11 лағыл, 13 жақұт алды. Сонда 3 жігіт 99 тасты 33-33-тен осылай бөліп алды. Балалар үй жұмысына мысал 10-ды аламыз. Бұл жерде көрсетілген өлшем бірліктерді өрнектейсіңдер. Бірінші 500 грамм 3 миллиграммда 5003 миллиграмм болады. Ал 3000 миллиграммда 300 грамм болады. Сонда 1 миллиграммда 100 грамм бар екен. Осылайша қалған есептерді өзіміз оқыпты көркем етіп жазып шығарайық.